Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге өте керемет новинка самсаның рецептін ұсынамын. Бұл самса тюльпан деп аталады. Өте керемет дәмді самсалардың бірі. Бір дайындағаннан сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Және үй іштеріңізге, қонақтарыңызға дайындап беріңіздер. Құрамы қолжетімді, өте оңай дайындалады. Енді самсаның тестісін дайындайтын боламыз. Біздерге ыстық су қажет болады. Қолдарыңыздың күймейтіндей болу керек судың температурасы, және тұз саламыз, және сұйық май, ұн қажет болады. Көрдіңіздер ғой, құрамы өте қолжетімді. Сондықтан өте тез дайындалады. Және мен бұнда тестісін бөліп жасадым. Мен сіздерге толық құрамын жазып кететін боламын. Араластырып аласыздар, ұныңызды салып, жақсылап тестіңізді басасыз. Тестіңіз майлы болып көрінуі мүмкін сіздерге. Бұл жақсы. Бұны тестіңізді басып болғаннан кейін 30 минутқа морозильникке салып қоясыздар. Сонда уже тестіңіз жақсы қалыпқа келіп, ары қарай жұмыс жасауға болады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына біздерде мұнда ет, фарш және ұсақтап туралған пияз және қара бұрышымызды, тұзымызды салып, дәміне қарай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді морозильниктен тестімізді алдық. Енді біздер жаңа салмамызды дайындап қойдық қой, енді қазір самсамызды дайындайтын боламыз. Ұн сеуіп жіберіңіздер, және осылай қолмен басып жіберсеңіздер болады. Және біздерге весы қажет болады. Ол весыға біздер қазір өзімізге керек граммымызды өлшеп аламыз. 25 граммнан алсаңыздар болады. Сонда әдемі, шағын тюльпан самсаларыңыз болады. Қараңыздар, барлығы 25 граммнан өлшеп аламыз да. Енді ұнды сеуіп жіберіңіздер. Ұнды сеуден қорықпаңыздар. Және оқтаумен жұқалау етіп жаятын боламыз. Қазір видеодан толықтай қарап алыңыздар дұрыстап. Сосын салмамызды салып, тюльпан самсамызды жасайтын боламыз. Тонкий етіп жайдық, және осындай бір шетін пышақпен кестік те, және осындай фаршымызды салып, бір шетінен бастап орайтын боламыз. Қараңыздар, тюльпан сияқты етіп орайсыздар. Және үстіңгі қабатын жабасыздар да, астын міндетті түрде дұрыстап жабыңыздар. Суға ағып кетуі мүмкін, ашылып, және мұқият жабыңыздар. Бұл тестімен жұмыс жасау өте оңай қыздар. Сондықтан бірден жасасаңыздар өте әдемі болып шығады. Қараңыздар қыздар, тюльпан самсаларымыз дайын болды. Өте дәмді самса. Мен өзім бірінші рет дайындап көргеннен, өзіме қатты ұнады. Қыздар, міндетті түрде қызып тұрған пеште 35-40 минут дайындап аласыздар. Бетіне жұмыртқаны жақпайсыздар, бұл қажет етпейді ондай жұмыртқа. Осылай өзін саласыздар пешке, және осылай әдемі болып шығады. Самсаларымыз дайын болды. Өте күшті. Маған өзіме бір дайындағаннан өте қатты ұнап қалған. Сондықтан өздеріңіз осы самсаны міндетті түрде ауызашарға, қонақтарыңызға, үй іштеріңізге дайындап беріңіздер. Бұл қолжетімді, құрамы өте керемет, өте әдемі болып тұрады. Сондай бір новинка самсалардың түрі. Сондықтан осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, және менің каналыма тіркеліп лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.